Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ан Аби Малик аль-Харис ибн Асим аль-Ашари радiyallahu анху قال. Риwayat Абу Малик Харис ибн Асим аль-Ашари радiyallahu анхудан. قال Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл кісінің риwayаты бойынша пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқан екен. Ат-тухуру шатрул иман. Шын мәнінде тазалық иманның жартысы. Вальхамдулиллахи тамлаул мизан. Алхамдулилля деп айту, Аллаға шүкір деп айту мизанды толтырады. Қиямет күні мизан деген таразы болады, соны не қылады? Толтырып басатындай болады. Васубханаллахи вальхамдулиллахи тамлаани ау ма тамлау ма байна ас-самавати вал ард. Ал субханаллахи және вальхамдулиллахи деп айту жеті қат көк пен жердің арасын толтырады. Субханаллахи вальхамдулиллахи деген сөздің мағынасын ал. Ей Аллахым, сені барша кемшілік атаулдан пәктеп саған мадақ айтамын деген сөз. Субханаллахи вальхамдулиллах. Уассалату нурун. Намаз нұр. Уассадақату бурханун. Садақа сіздің мұсылман екендігіңіздің айғағы, мұъмин екендігіңіздің айғағы, дәлелі. Уассабру дияун. Сабыр сәуле. Уәл Құрану худжатун ләк ау алейк. Құран я сенің пайдаң үшін, болмаса сенің зарарың үшін. Күллу нас яғду фабайу нафсаху фамуътиқуха ау мубиқуха. Адамдардың барлығы таңертең үйінен шығады, өз нәпсісін, өз жанын саудалап шығады. Кейде жақсы істер сатып, істеп, оны тозақтан азат етіп алады өзін. Немесе тозақтық істер істеп, өз түбіне өзі жетеді. Хадисті риуаяткен имам Муслим, рахимахулла, Алла тағала имам Муслимді рахымына бөлесін. Пайғамбарымыздың аты аталған кезде саллаллаху алейхи ва саллям деп айтылу керек. Немесе алейхиссалату ва саллям деп айтылу керек. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям менің атым аталған кезде маған салауат айтпаған адам сараң деп айтқан. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның аты аталса салауат айту міндетіміз. Табиғин атпағы табиғиндер айтылса, Алла олардан разы болсын деп айту міндетіміз. Ғалымдар айтылса, оны Алла оны рахымына бөлесін деп айтуымыз керек. Бұл нәрсені айт деп айтпаса да сен айтуың керек. Ол нәрсе кітапта жазылмаса да сен соны жазуың керек. Себебі бұлардың барлығы дұға мағынасында. Алла рахымына бөлесін деген сөздің мағынасы не? Дұға. Алла оған разы болсын деген дұға. Барлығы дұға мағынасында. Ғалымдарымыз айтады, кімде-кім бұны айтпаса, салауат айтпаса, немесе ғалымдарға дұға етпесе, көп сауаптан махрұм қалады. Сондықтан бұған үйреніңіз. Хадиске келетін болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әрбір хадистің әрбір бөлігін талдайтын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең әуеліне дейді, ат-тухуру шатрул иман. Тазалық иманның жартысы. Шариғатта тазалық екі түрлі болады. Біреу адамның сыртқы тазалығы, дәрет алып жүруі, ғұсыл алуы, күнделікті жуыну деген секілді бұлар тазалыққа жатады. Екінші бір тазалықтың түрі бар шариғатта, ол адамның ішкі жан дүниесінің тазалығы. Адамның ішкі жан дүниесінің тазалығы. Адамның рухани жан дүниесінде өзі байқай бермейтін аурулар болады. Мысалы, біреуді көре алмау, қызғаншақтық, тәкаппарлық, және бұны сіз өзіңіз көбінесе не қыла бермейсіз? Байқай бермейсіз. Мұсылман адам кішіпейіл болуы тиіс. Мұсылман адам қарапайым болуы тиіс. Кішіпейілдік, қарапайымдылық деген не? Біздің ғалымдарымыз әртүрлі пікір айтқанмен, ең дұрыс көзқарас мынадай. Кішіпейілдік және қарапайымдылық сен қор болып кететін деңгейге түспеу, және орташа қалдан аспауың керек. Себебі не болып кетеді? Тәкаппарлық болып кетеді. Осы екеуінің ортасы кішіпейілдік. Сол екеуінің ортасы кішіпейілдік,
қарапайымдылық деп аталады. Екеуінің ортасы. Бірақ ортасын ұстау өте қиын. Ортасын ұстау өте қиын істердің бірі. Енді кейбір ғалымдарымыз, имам Науи секілді, алла рахмет етсін, ғалымдарымыз не деп айтқан? Бұл жердегі тазалық сөзінен мақсат намаз деп айтқан. Намаз діннің жартысы деген не берген? Мағына берген ғалымдарымыз да бар. Демек, екеуіне де не беруіміз керек? Үлкен мән беруіміз керек. Себебі мұсылман кісінің үсті таза болады, аузы таза болады, киімі таза болады, тағы басқа секілді. Сонымен қатар тек сырты ғана емес, мұсылман кісінің ішкі жан дүниесі де таза болады. Екеуін де мұсылман кісі не қылады? Таза ұстайды. Таза ұстауыңыз міндетті. Мысалы, біреулер көбінесе несін істейді? Үстіндегі киімін сипалай береді. Үстіндегі киіміне үлкен не береді? Үлкен мән береді. Кейбіреулер не деп ойлайды? Үстімдегі мына киімім менің бір ішерлік тамағым деп ойлайды. Себебі үстіндегі киіміне қарап адамдар оны істейді? Сыйлайды адамдар. Солай емес пе? Алба-жұлба жүрген адамды кім сыйлайды? Оны ешкім не қылай қоймайды? Сыйлай қоймайды. Адамды киіміне қарап қарсы алып, біліміне қарай не істейді? Шығарып салады. Өз тәртібі солай. Кез келген жерге барсаң. Бұрынғы арабтар айтады екен, сен сөйлеш, сені кім екенін таниық деп. Сөйле, сөйлегеннен сенің кім екенін не істейді? Байқалады кімнің кім екендігі. Хазірет Али айтады, радиаллаху анху, әрбір адам өзінің тілінің астында жасырынып жатады. Мен бұл тілді не үшін айтып жатырмын? Себебі біздің ғалымдар айтады, жүрек теңіз секілді, тіл оның жағасы. Жүрек теңіз, тіл оның жағасы. Жүрегің таза болса, жағаға шығатын нәрсе де таза болады. Егер ішкі жан дүниең таза болмаса, мына жағаға шығатын нәрседе не болады? Нашар болады. Бәрібір ішіңде жатқан нәрсе күннің күнінде өз уақыты келген не істейді? Бәрібір шығады. Сондықтан ішкі жан дүниеңіз неғұрлым жақсы болса, аузыңыздан шығатын сөзіңізді не істейді? Түзеледі. Себебі ғалымдарымыз не дейді? Жүрек патша. Жүрек ең үлкен несі? Патшасы. Жүрек қалғанда не істейді? Қалған оның көмекшілері секілді. Мысалы, сіз бір әйелге не істейсіз? Көзбен ғашық болмайсыз ғой, немен ғашық боласыз? Жүрекпен ғашық боласыз. Жүрегіңіз ауырады, бір нәрсені тартып алса, сізде не қыласыз? Жүрегіңізге батады. Біреудің өлгенін естісеңіз, жүрегіңізге батады. Ешкім айтпайды ғой, аяғым ауырып жатыр деп. Нем ауырып жатыр дейді? Иә, жүрегің. Мысалы, жүрегің қатты дүрсілдеп кетеді, немесе жүрегіңе бір нәрсе батып кетеді. Бұның барлығы неге байланысты? Жүрекке байланысты. Ең әуелі жүрек бұны қабылдайды. Қабылдан кейін барып миға не береді? Иә, бұйрық береді. Содан кейін ми бұның арғай жоспарын жасайды, қалай істеу керек екендігі. Содан кейін мидан кейін барып басқа мүшелердің өзінің кезекті несі болады? Өзінің атқаратын міндеті болады. Бірақ ең бастысы бәрі жүрек. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дейді, денеде бір кесек ет бар, ол түзелсе, бүкіл дене түзеледі. Ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Сондықтан ішкі жан дүние деп отқанымыз ол адамның жүрегі. Енді келесі несіне бөлсек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Альхамдулилля деп айту мизанды толтырады. Альхамдулилля деп айту мизанды толтырады. Сіз бен біздің арамызда мынандай ой болуы мүмкін. Ода тұрған не бар? Түк те қиын сөз емес қой, альхамдулилля деп айту. Немесе субханаллахи вальхамдулиллахи деп айтқан не? Өте жеңіл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дейді, тілге жеңіл, таразыда ауыр екі сөз бар дейді. Тілге жеңіл, таразыда ауыр. Наср сүресінде Алла не дейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайды. Иза жаа насруллахи вал фатх. Алланың жәрдемімен Меккені бағындыру. Меккені пайғамбарымыз қайтып барып алған, сол фатх дейді соны. Алланың жәрдемімен Меккенің бағындыру, фатх етілу саған келген сәтте. Уарайта нас ядхулуна фи диниллахи афважа. Сен адамдардың Алланың дініне топ-топ болып кіріп жатқандығын көресің. Фасаббих бихамди раббика вастагфир. Міне осы сәтте сен субханаллахи ва бихамдик деп айт. Субханаллахи вальхамдулиллахи деп айт. Не деп айт? Ей Алла, сені барша кемшілік атаудан пәктеймін. Сені дәріптеймін. Сенен күнәмнің кешіруін сұраймын деп айт.
Себебі Алла тағала шын мәнінде иннаху кәне тауаба, Алла шын мәнінде тәубелерді қабыл етуші. Бұл аятпен, бұл сүремен біздің айтып отқан мәселе не қатысы бар? Енді тыңдаңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Алла жеңіс нәсіп етті ма? Жәрдемі келді ме Алланың? Келді. Меккені қайтып барып алды ма? Алды. Оның діннің адамдар топ-топ кірді ма? Кірді ғой? Кірді. Алла Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға осынша нығмет бере тұра, бар болған сұраған нәрсесі, сен маған тәсбих айт. Сен маған субханалла деп айт. Жеткізе алған жоқпын, Негізінде әрбір нәрсенің несі болады? Өтемі болады, құны болады. Кез келген нәрсе тегін болмайды. Алланың айтқысы келіп тұрған нәрсесіне, ей Мұхаммед, мен саған осынша нығметтер бердім. Сені адамдардан таңдап алдым, сені пайғамбар еттім. Саған жәрдем еттім, сенің дініңді бүкіл әлемге жайдым. Менің атым аталған жерде сенің де атың аталады. Ла иляха илlallah Мұхаммед Расулулла. Менің атым аталған жерде сенің де атың аталады. Осынша нығмет беріп жатқан кезде Алланың пайғамбардан сұраған нәрсесіне, сен маған субханалла деп айт, әлхамдулилля деп айт, астағфирулла деп айт, күнәмді кешіре көр деп айт. Сонша нығмет бере тұрған кезде Алла соның өтемі ретінде бар болған ананы сұраған. Түсіндіңіз ба? Сондықтан біздің ғалымдар айтады. Бұл пікірді айтқан имам Фахруддин Рази, Шафиғи мазхабының үлкен имамдарының бірі. Алла рахмет етсін. Демек, әлхамдулилля деп айту әшейін жай нәрсе емес. Жай құр сөз емес. Оның артынан несі бар? Салмағы бар. Маған әлхамдулилля деп айт. Себебі әлхамдулилля деп айтуға тек мен лайықтымын. Мені барша кемшілік атаулыдан пәкте, себебі құлшылыққа тек мен ғана лайықтым. Астағфирулла деп айт, күнәң кешіріңді. Ол да сен үшін. Себебі сен несің? Пендесің, жасап жүрген күнәларың бар. Ол да сенің пайдаң үшін. Алла осынша нәрсенің барлығына, беріп жатқан нәрсесіне бар болған мен не деп жатыр? Мені зікір ет. Себебі әрбір нәрсенің несі болады? Дүниеде құны болады, өтемі болады. Хадистің келесі бір бөлімі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Уассалату нурун. Намаз нұр дейді. Нұр. Уассадақату бурхан. Садақа сіздің мұсылман, иманды жан екендігіңіздің несі? Дәлелі, айғағы. Уассабру дияун. Және сабырлық бір сәуле деп айтады. Араб тілінде нұр сөзі мен сәуле сөзінің арасында айырмашылық бар. Араб тілінде. Арабтар нұр деп, біз айнаны ұстаймыз ғой жаздың күні. Айна. Айнаға не түседі әуелі? Сәуле түседі. Содан шағылысқан жарықты, шағылысып түскен жарықты арабтар нұр дейді. Таза араб тілінде. Сәуле деп өзі жанатын. Өздігінен жанатын. Сәулесі жарығы өзінің ішінен шығып жатқан нәрсені айтады. Сол үшін Алла Құран кәрімде айтады, біз күнді сәулелеттік, айды нұрлы еттік. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дейді, намаз нұр деп айтып жатыр. Намаз нұр. Себебі ең әуелі сіздің жүрегіңізге келіп иман ұялайды. Жүрегіңізге иман ұялағаннан кейін барып, ол не істеу керек? Шағылысы бір жерге көріну керек. Шағылысып ең көрінетін алғашқы нәрсесі ол да намаз. Мұсылман кісінің ең алғашқы істейтін іс-әрекеті не? Намаз. Кейбір ғалымдар айтқан, жоқ, намаз мұсылман кісінің несін көрсетіп отырады? Жолын көрсетіп отырады, нұр секілді. Дүниеде ана мынау қиыншылықтан құтқарады, ақыретте сондай мағынада келген аяттар бар. Намаз оқитындардың алдына не болады? Нұр боп алдына жолын ашып отырады. Деген көзқарасты білдірген ғалымдарымыз да бар. Енді пайғамбарымыз не дейді? Садақа беру мұсылман кісінің не? Иманды екендігіңіздің белгісі. Себебі мұсылман кісі ешқашан сараң болмайды. Мұсылманшылық және сараңшылық деген екеуі бір-біріне сәйкес келмейтін нәрсе. Имандылық пен сараңдылық деген нәрсе мүлдем бір-біріне сәйкес келмейтін нәрселер. Шариғатта сараңдықтың екі түрі бар. Бірінші түрі өзің ешкімге еш нәрсе бермейсің. Екіншісі өзің еш нәрсеге
ешкімге еш нәрсе бермей және адамдарды еш нәрсе бермеуге шақырасың. Құранда екеуі де келген. Біреуі өзің еш нәрсеге не қылмайсың, ешкімге бермейсің. Бұл бір. Бұл жамандығың өзің немен жүреді? Өзіңмен шектеліп жүреді. Екінші сараңдықтың түрі, өзің ешкімге еш нәрсе бермейсің, және жайыңда жүрген адамға да ешкімге еш нәрсе берме деп шақырасың. Бұл екіншісінен не? Бетері. Бұл біріншісінен екіншісі бетер. Алла бұны мұнафықтардың сипаты ретінде айтқан. Олар тамақ та бермейді, және өзгелерді тамақ бер деп те айтпайды басқаларға. Яғни былайша айтқанда, қазақша айтқанда не қылады? Біреудің дүниесін қызғанады. Өзінікін ғой, біреудің дүниесін біреуге беруін қызғанады. Демек, сараңдық және мұсылманшылық екеуі қатар жүретін дүние емес. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, сабырлық ол сәуле деп айтып жатыр. Сабырлық бір сәуле. Жаңа не айттым, сәуле өзі жанып жатқан нәрсе. Сол үшін қазақ не дейді? Сабыр түбі сары алтын, немесе ашу дұшпан, ақыл дос. Ақылыңа ақыл қос. Сабыр туралы нелер көп? Өте мақалдар көп. Енді қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сабыр бір сәуле шашып тұрады. Сөздің мағынасы мынау. Егер сіз сабыр ете білсеңіз, сабыр сізден бұл қиыншылықтан қалай шығу екендігін көрсетеді. Себебі адам ашуланған кезде өзін өзі ұстай алмайды. Біреуді барып ұрады, жаман сөз айтады, кейін есіне түсіре алмайды сол не айтқандығын. Бұның барлығы не? Дәл сол сәтте сабыр ете алмағандығы. Енді біздің ғалымдар айтады, сабырдың үш түрі болады. Сабырдың үш түрі болады. Ең әуелгісі мәшһүрі қайсысы? Бүкіл мұсылман білетіні, ол басыңа түскен қиыншылыққа, бәрекетке сабыр ету. Бұл мәшһүр. Бұның барлығын адамдар біледі. Екіншісі, Алланың парыз еткен құлшылықтарын орындауға сабыр ету. Бұл екіншісі. Себебі құлшылық ету үшін не керек? Сабыр керек. Үшіншісі, Алланың харам еткен істерінен аулақ болу үшін сабыр керек. Үшеу. Бәрекетке, парызды орындауға. Үшіншісі, Алланың харам еткен ісіне сабыр ету керек. Үшеу. Алла не үшін адамды сынайды? Сабырын сынайды. Біздің ғалымдар айтады. Алла басыңа бәлекет жеретін болса, немесе сені сынайтын болса, екі түрлі нәрсемен сынайды. Я сен өте жақсы көретін нәрсемен сені сынайды. Себебі сен оған деген махаббаттың орнын басқа біреумен ауыстырып алдың. Я болмаса сен ең жек көретін нәрсемен сынайды. Екеуінің біреуі. Неге деп сұрасаңыз, ғалымдарымыз айтады, егер сені сүйетін нәрседен, сен жақсы көретін нәрседен сынамаса, сен оның қадірін білмейсің, саған оны сабыр етудің қажеті жоқ. Мысалы, сенің үйіңде, үйіңнің артында бір ағаштар жатыр. Соны біреулер ұрлап кетсе сабыр етесің? Керек жоқ саған оны. Не дейсің? Жатқан ағаш қой дейсің. Себебі саған келіп кетер еш нәрсе жоқ. Сенің жаның не істеп тұрған жоқ? Сенің жаның қиналып тұрған жоқ. Алла ең әуелі адамды өзі қатты жақсы көретін нәрсесінен сынайды. Мысалы, адам бір әйелге ғашық болуы мүмкін, өмір бақи бір әйелге ғашық өтесің, соның өмір бақи соны салпаңдап өтесің. Сынағың сол сенің. Түсіндіңіз? Сен өмір бақи дүниеге қызығып өтесің, сенің сынағың сол дүние. Біреу бала шағасын қатты жақсы көреді, сенің сынағың сол бала шаға. Мысалы, Құран кәрімде де жетеді. Ибрахим алейхиссалам зорға көрген несі бар? Исмаил деген ұлы бар. Алла соны барып не деген? Менің жолыма құрбандыққа шал деген. Өзі зорға көрген ұл. Оны барып не істе дейді? Құрбандыққа шал дейді. Құрбандыққа шал. Юсуфтың әкесі Яқуб пайғамбар. 12 ұлы болған. 12 ұлы. 12 ұлдың ішінде Юсуфты не қылған? Жақсы көрген. Алла да дәл сол Юсуфтан берген сынақты. Басқасын емес, дәл сол Юсуфтан. Неге десең, себебі сенің жаныңа батпайды қалғанын сынаса. Сенің жаныңа бату керек.
Батқан кезде сен сабыр ете білсең, сол сабыр деп аталады. Мысалы, біздің қазақтар не істейді? Біздің қазақтар біреу өлсе, әке шешеміз басқамыз өлсе, 2-3 күн не істейміз? Жақсылап жылаймыз, шағым айтамыз. Құдайға не жаздым, менен басқа таппай қалдың ба? Деген сияқты аузыма келген сөздерді айтамыз. 2-3 күннен кейін келсек, сен бізге не деп айтасың? Сабыр етіп отырмыз дейсің. Бұның аты сабыр емес. Бұның аты көну. Себебі қолынан келетін дым жоқ, не деп отырсың? Сабыр етеміз. Сабыр ету емес, ол Алланың жазғанына көніп, қолынан келетін дымың жоқ. Болмаса шешеңде барып тірілтіп аласың ба? Оған құдіретің жетпейді әйтпесе барып тірілтіп алар едің. Шамаң жетпегендіктен дейсің, біз осыған көніп отырмыз ғой дейсің. Осыған көніп отырмыз. Алла сен жақсы көретін нәрселерден сынайды, сен. Әйтпесе, сен жақсы көретін нәрселерден сынамаса, оның аты сынақ болмай қалады. Әуел баса Алла Құран кәрімде айтады, біз адам баласына 6 нәрсені жақсы етіп көрсетіп қойдық. Әйелді, бала шағаны, алтын мен күмісті, кермеде байлаулы тұрған атты, 4 түлік малды, егістікті әдемі етіп көрсетіп қойдық. Құдай әуел бастан сенің және менің жаратылысыма сақ қойған бұл нәрсе. Және сол 6-ауынан бізді не істейді? Сынайды. Ең әуелгісі кім айтқан? Әйелді айтқан. Егер жаныңда көрікті әйел өтіп, сен селт етпесең, сенде проблем бар деген сөз. Емделу керек, срочно. Түсініп жатсыз ба? Себебі сенің жаратылысында бар. Ешкім ол нәрсені айтамайды. Маған әйелдер ұнамайды деген сөз айтамайды. Айтсаң, манақсың ба бір нәрсесін сен, кемсің ба бір нәрсе. Ешкім айтпайды, маған бала шаға ұнамайды деп. Айтпайды ол сөзді. Себебі сен Алла салып қойған. Ешкім айтпайды, алтын күмісті жек көрем, ақшаны жек көрем деп ешкім айта алмайды. Өтірік айтады айтқан күннің өзінде. Ешкім айта алмайды, мен жақсы атты, жақсы көлікті ұнатпаймын деп ешкім айтпайды. 4 түлік малды ұнатпаймын деп те ешкім айтпайды. Егістікте маған ұнамайды деп те ешкім айтпайды. Себебі Алла әу баста бұл сені бұның неге жаратылысыңа салып қойған. Әу баста. Демек, сабыр ету үшін де Алла осы нәрселердің бәрін мына жерге сіздің жаратылысыңа салып қойған. Сол нәрсемен сізді сынаққа келеді. Сол жерде сіз сыналасыз және осы жерде сіздің сабырлығыңыз не істейді? Көрінеді. Алла тағала осы 6-ауын мүлдем кесіп тастамаған. Кесіп тастаса не болады? Зұлымдық болар еді. Алла не істеген? Сен әйелдерді жақсы көресің, 4-еуге дейін алайын. Некесін қиып, адам құсап, 4-еуін шариғаттың шеңберінде ал. Мен бала шағаны жақсы көрем. Көп болсын. Шариғат оны да жақсы көреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен сендердің көптіктеріңмен мақтанамын. Дүние мүлік жинаған келеді, шариғи жолмен тап. Көлікке мінген келеді, мен қалаған көлігіне мін. Бірақ шариғи жолмен, адал жолмен бұны табуға болады. Екіншісі харам жолмен де табуға болады. Екеуін де жаратып тұрған Алла, екеуіне нәсіп етіп тұрған Алла. Таңдап жүрген сен. Сол таңдауың үшін не қыласың? Есепке тартыласың. Адам басына түскен бәлекетке сабыр ету керек. Алланың парыз еткен құлшылықтарына сабыр ету керек. Шыжыған ыстық шілдеде ораза ұстаған ешкімге қызық емес. Күнде таң намазына сүйретіліп тұрған жаздың күндері тағы да не емес? Ең тәттінің, ұйқының ең тәтті шағында сен алып тұрғызып оятып алады. Жүр намаз оқимыз деп. Бұл да нені сабыр етеді? Сабырды қажет етеді. Бұл да. Ғалымдар айтады, бірақ сіздерге айтайын, ғалымдар айтады. Адамдар басқа түскен бәлекетке көніп сабыр етеді. Себебі ол басынан өзінікі емес. Егер түсінсең. Сен дүниеге не келдің? Жалғыз жалаңаш келдің. Сен еш нәрсені алып келген жоқсың. Сенімен бірге кейін бәрі қосылды. Кейіннен. Парыздарға да не қылуға болады? Сабыр етуге болады. Алланың парыз еткен дүниелеріне де сабыр етуге болады. Ең қиыны Алланың харам еткен нәрселеріне сабыр ету. Ғалымдарыңыз айтады, кімнің кім екендігі харам істерде тыйылғандығынан байқалады. Харам істерде. Себебі сіз біреудің алдында күнә жасамауыңыз мүмкін, бірақ оңаша жасайсыз. Оңаша жасайсыз. Сол үшін имам Шафиғи айтады, Алла рахым етсін. Дүниеде 3 қиын іс бар дейді. Дүниеде өте қиын 3 іс бар.
Біреуі, соның біреуі атағандардың ішінде біреуі аз нәрседен жомарттық жасау. Өзінің қолында не бар? Дүние аз, содан не жасауың керек? Жомарттық көрсетуің керек. Екіншісі, оңаша қалғанда тақуалықтан айнымау. Күнә жасамайсыз. Үшіншісі, сен пайда күтіп жүрген, немесе сен қорқып жүрген адамның алдында ақиқатты айту. Қорқасың одан? Болмаса бір пайдасы тиеді деп жанында жүрсің. Соның алдында ақиқатты айту не? Ең қиын істік. Біреу. Сондықтан ғалымдарымыз айтады. Сабырлық өзінен өзі келмейді. Адамның сабыр ету үшін хадистерде келеді, егер мән беріп оқысаңыздар, сабыр ете білу үшін әрбір мұсылманға жақсы әйел керек, жақсы жолдас керек. Және үлгі тұтарлық адамы керек. Ғалымдарымыз айтады. Жақсы әйел болу керек деген мынау. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әйгілі сахабасы болған Абу Талха радиаллаху анху. Бұл кісінің әйелі болған Умму Сулейм деген. Умму Сулейм Анас ибн Маликтің шешесі радиаллаху анху. Атақты Анас ибн Малик. Абу Талха Анастың өгей әкесі болған. Сол Анас айтады. Абу Талханың бір ұлы бар еді. Қатты ауырып жүреді. Абу Талха сапарда жүргенде қайтыс болды. Баласының өлімін естіртуге келген кезде Умму Сулейм айтты дейді, ешкім айтпасын, мен өзім айтам деп айтты Абу Талхаға. Сөйтіп Абу Талха келді. Үйге келген, кешкі тамағын істеп берген, әдемі киінген, күткен, қосылып болған соң Абу Талхаға айтқан. Біреулер біреуден бір зат алады, уақытша, қолдана тұрайық деп. Сөйтіп, уақыты келгенде олар оны алады. Мына аманат етіп тастап кеткендер бар ғой, солардың сол нәрсені бермей қоюға ақысы бар ма дейді. Мысалы, ана кітапты мен сізге не істедім? Бердім, ұстай тұр. Уақыты келген не істедім? Алам, менің кітабым деп. Осыны қайтармауға сенің ақың бар ма? Абу Талха не деген? Жоқ, олар кері қарай қайтарып беру керек деген. Умму Сулейм айтқан, онда сабыр ет, сауабын Алладан күт, балаң дүниеден өтті деген. Абу Талха ашуланған, не деген, сен осы мені ластаған кейін осынша мені кешіктірдің бе? Деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ары қарай оқиға бар. Айтқымыз келген нәрсе Абу Талха радиаллаху анхуның әйелінің ақылдылығы. Егер оны келген бетте айтса, ол басқаша болар еді. Бірақ дұрыс жеткізгеннен кейін, дұрыс айтқаннан кейін сабыр ете білген. Демек, адамға сабыр ете білу үшін не керек? Әйелдің жақсы болғаны сіздің сабырлы болуыңызға септігін тигізеді екен. Екінші, адамға жақсы жолдас керек. Омар радиаллаху анху мәжіліске барлық адамды жинайды екен. Пайдасы тиет, ақылының пайдасы тиет деген адамның бәрін мәжілісте ұстайды екен. Соның ішіне Хур ибн Қайыс деген атақты табиғи болған. Хур ибн Қайыс. Бұл Хур ибн Қайыстың ағайыны келеді. Сөйтіп айтады, сен Омардың мәжілісінде жүрсің ғой. Омармен мен бір кездесші дейді. Омардан барып рұқсат сұрайды, Омар да оған рұқсат береді. Сөйтіп Омардың мәжілісіне кіреді. Омар радиаллаху анхудың мәжілісіне кірген бетте анау былай деп айтады. Ей Омар, сен әділдікпен үкім етіп жүрген жоқсың. Алланың саған берген нәрсесінен бізге беріп жүрген жоқсың деп бастайды сөзін. Айқайлап. Омар қылышын суырып алады. Әлгі Хур келіп айтады. Ей момындардың әміршісі, Алла пайғамбарына Құранда былай деп айтады. Сен кешірім жолын ұстан, жақсылыққа адамдарды шақыр, надан адамдардан сырт айнал. Деп айтады Алла. Уаллахи мынау надандардан. Деп айтады. Омар сол аятты естіген бетте қылышын қайтадан қынына сала қояды. Біздің ғалымдар айтады, сондықтан адамның жанында жақсы жолдас еріп жүру керек. Дер кезінде оны ести алатын, тоқтата алатын, сабырға шақыра алатын. Сонымен қатар үшінші нәрсеміз бар. Ол не деп айттық? Адамның
үлгі алатын салыстырарлық тұлғасы болу керек. Абдулла ибн Масуд айтады, Хунейн деген соғыста пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңадан мұсылман болғандарға не таратты? Өте көп олжа таратты дейді. Әсіресе ру басыларына 100 түйеден берді әрқайсысына. Соны бір жерде әңгіме қылып отырған. Соның ішіне біреу не деген, бір кісі тұрып, "Аллахи, мына олжада әділдік болмады" деген. Біреулер не алып жатыр? Артық алып жатыр. Абдулла ибн Масуд бұл сөзді "Аллахи, пайғамбарға жеткіземін" деп уәде беріп, пайғамбарға барып айттым дейді саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар бұны естіген кезде не істейді? Жүзі қып-қызыл болып кетті дейді. Сондан кейін айтты дейді, Алла мен оның пайғамбар әділдік жасамаса, кім жасайды әділдікті? Кейін айтты дейді, Алла Мусаны рахым етсін. Мұса пайғамбарды рахымына бөлесін. Мұса бұдан да көп қиыншылық көрген еді деп айтты дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзін Мұсамен салыстырған. Мұсаның халі одан бетер болған. Себебі Мұсаның қауымы не істеген? Бақара сүресін оқысаңыз, айтпаған нәрселер жоқ Мұсаға. Не қыл деген? Құдайыңмен барып екеуің соғысыңдар деген. Бізге бұзау жасап бер деген. Табынатын неше түрлі нәрселерді айтқан. Мұсаны да неше түрлі нәрселермен сынаған. Пайғамбарымыз өзіне түскен, басына түскен ауыртпашылықты кіммен есептеген? Яғни менің басыма түскен ауыртпашылық Мұсаның басынан түскен ауыртпашылықтан гөрі не? Жеңілдеу ғой. Сондықтан сіз бен біз басымызға қиыншылық түскен кезде дереу не айтуымыз керек? Ей, менің басыма түскен қиыншылық менің пайғамбарымның басына түскен қиыншылықтан гөрі жеңіл ғой. Сіз үлгі алатын, сіз ғибрат алатын міндетті түрде не болу керек? Тұлға болу керек. Ол да ең керемет тұлға кім? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам. Демек, үшеу екен. Жақсы әйел, жақсы жолдас. Үшіншісі, сіз үлгі аларлық, ғибрат аларлық тұлға екен. Хадистің келесі қысымында, келесі бөлімінде мынандай сөз бар: Құран сенің пайдаң үшін яки сенің зарарың үшін. Құранды оқып, Құранмен амал етсең, Құран қиямет күні оған тіл бітіп сен үшін шапағатшы болады. Бірнеше хадистер бар. Бақара мен Али Имран сүресі талас кеп айтады екен, мен бұған шапағатшы етемін деп. Талас береді екен. Немесе сен Құран кәрімді оқымай, немесе оқып амал етпейтін болсаң, тағы да сенің нең үшін? Зарарың үшін. Демек, әрбір мұсылман кісі Құран оқуға не істеу керек? Талпыну керек. Ең болмаса Құранды жүзінен оқуға, бізге қазақтарға айтылып жатқан нәрсе. Мағынасын түсінбесеңіз, ең алғашқы міндет не? Ол Құран кәрімді оқып үйрену. Бір айдың ішінде үйреніп кетесіз, өте қиын не емес. Іс емес, бүкіл мешіттерде қазір сабақ беріп жатыр. Сондықтан ең болмаса Құран кәрімді жүзінен оқуға тырысыңыз. Ешқашан мынандай ой келмесін, мен оқығанмен бәрібір оны түсінбеймін ғой деп. Бізде сондай бір не бар? Ой бар ар жақта. Ғалымдар айтады, сен мағынасын түсінбесең де Алла саған сауап жазады. Сен оның мағынасын түсінбесең де Алла оның сауабын жазады. Мынандай әйгілі хадисіміз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, Құранның әрбір әрпіне 10 сауап беріледі. Алиф, ләм, мимді мен бір әріп деп айтпаймын. Алиф бөлек әріп, ләм бөлек әріп, мим бөлек әріп. Яғни әрқайсысына неден беріледі? 10 сауаптан берілсе, бұл 3 әріпке 10 сауап беріледі. Біздің ғалымдарымыз айтады, негізгі көзқарас бойынша алиф, ләм, мим деген аяттардың несі жоқ? Мағынасын тек Алла біледі. Ең дұрыс айтылған көзқарас хамим, алиф, ләм, мим, ясин деген сияқты Құранның басын таха сияқты әріптердің мағынасын, негізгі шын мағынасын, хақиқи мағынасын кім біледі? Алла біледі. Біздің айтқымыз келіп отқан нәрсе ғалымдар айтады. Пайғамбар не деп жатыр? Мағынасын түсінген адамға деп жатқан жоқ. Алиф 10 сауап, ләм 10 сауап, мим 10 сауап. Мағынасын түсінсе де, түсінбесе де. Оған 10 сауап жазылады. Мағынасын түсіну ол кейінгі міндет. Бірақ дәл қазіргі міндетің оның жүзінен оқуға не істеу? Үйрену. Дәл қазіргі міндет. Хадистің соңғы бөлімі адамдардың барлығы таңертең өз жанын саудалап шығады. Я жақсылық жасап оны не істейді? Өзі құтқарып не болады? Азат етеді.
өзін өзі азат етеді, немесе күнәлі іс деп өзін өзі тозақтық етіп өзі түбіне жетеді. Шынымен біз күніге өз жанымызды, өз тағдырымызды күнде не істеп шығамыз? Саудалап шығасың. Күнде таңертең үйден шыққан сайын. Я бір жақсылық істейсіз, я болмаса бір жамандық істейсіз. Себебі жәннатқа болу үшін сен жәннаттық істер жасауың керек. Түрің әдемі болған үшін сені жәннатқа кіргізгелі тұрған жоқ. Біреудің көкесі болғаның немесе біреудің інісі болғаның үшін басынан сипағалы тұрған ешкім жоқ. Жәннатқа лайықты не істеу керек? Іс жасау керек. Тозақтық болу үшін де іс жасау керек. Себебі Алла не емес? Залым емес. Мысалы, тозақтың ең төменгісінде кім болады? Мұнафиқтар болады. Демек, оған да лайық болу үшін не болу керек? Мұнафиқ болу керек. Себебі Алла біреуді зорлап тозақтың ең түбіне салмайды. Мұнафиқ болғандығы үшін салады. Демек, сіз күніге таңертең көргенде былай деп қуанбаңыз. Біреулер күнә істеп мәз-мейрам болып жүргендігіне. Себебі тозаққа да толтыратын адам керек. Алланың несі шайтан екеуінің арасында сөз. Алла не деген? Сенен және сенің соңыңа ергенді толтырам деген. Соның ішіне. Біреудің жақсылық істеп жатқандығын қуаның, себебі жәннатқа да баратын елдер бар. Адамдар бар. Сондықтан сіз бен біз қолымыздан келгенше жақсылық жасауға күш салуымыз керек. Содан кейін сізде ешқашан андай бір ой келмесін. Жақсылық жасау үшін бай болу керек қой деген. Әрбір мұсылманның ішінде мынандай ойы бар. Бір мешіт салсам ауылға бір барып, бір медресе салсам, бір жол салсам, бір құдық қазсам деген не бар? Құдай осыдан бір дәулет берсін, содан кейін мен көрсетемін деп ойлайсың. Бәріміздің ішкі жан дүниемізде сондай нәрсе бар. Бірақ Алла біреуге дәулетті нәсіп етеді, біреуге нәсіп етпейді. Алла ешқашан бір істің көптігіне яки аздығына мүлдем мән бермейді. Алланың бар болғаны ол істің шынайылығына, ықыласына ғана мән береді. Болды. Сол үшін Алла Тағала Құран кәрімде сендер шалып жатқан құрбандықтың еті де, қаны да Аллаға жетпейді. Аллаға оны мұқтаж емес, Алла оны не қылады? Алланың атынан деп құрбандық шаламыз да өзіміз жейміз оны. Алла не дейді? Сендерден бар болған, сендерден жететін нәрсе ықылас, тақуалық қана. Сондықтан ешбір істі кішкентай деп көрмеңіз. Құран кәрімде Хашр сүресінің 10 аяты бар, 9-10 аяттар бар. Аяттың түсу себебі сіздер барлығыңыз білесіз. Бір сахабаның үйіне қонақ қылған. Алла соған аят түсірген. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Мұсылман бауырыңа күлімсіреп қарауың садақа. Біреудің затын алып беріп жергендігің садақа. Біреуді көлігіне отырғызып жергендігің садақа. Көп қой. Бұның несі жоқ? Белгілі бір шегі жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бірақ кесіп айтқан не деген? Күллу маруфин садақа. Кез келген жақсылық, жасалған жақсылық садақаның үкімінде. Садақа бергенмен бірдей. Сондықтан міндетті түрде қалтаңызда ақша болуы қажет емес. Тек мені көргенде, мен сізді көргенде бір күлімсіреп қараш, жауды көргенде емес. Біреудің бетіне оңайшылықпен күлімсіремейді, оғанда не керек? Себеп керек. Сен біреуге қорыққандығын емес, Алла үшін жақсы көргендіктен үстіне не қаласың? Оған жымиып, күлімсіреп қарсы аласың. Мені көргенде немесе мен сені көргенде бар болған сәлем берейікші, ассаламу алейкум деп. Одан сенің дәрежең кейін кетпейді. Сен мені көргенде немесе мен сені көргенде саған бір-бірімізге дұға етіп жүрейікші. Дұға. Сен үшін жақсы ғой. Періштелер айтады, маған да сондайын бер деп айтады. Сен үшін басқа біреу қамын жеп жүр. Демек, жақсылық істеуге ниетің болса ғана бұның жолы өте көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарға зарары тимесін деп бір ағашты кескен адамның жәннаттың ішінде нығметте бөлініп жатқанын көрдім дейді. Бар болған не кескен? Ағашты кескен, мұсылмандарға зарары тимесін деп. Сондықтан Алла үшін ешбір істің үлкені яки кішісі жоқ, мүлдем. Себебі Алла оған мұқтаж емес.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, егер мына дүние, бүкіл дүние ішіндегісі мен, Алланың құзырында масаның қанатындай қадірі болса, бір қанатындай, жарты қанатындай қадірі болса, кәпір адамға бір жұтым су ішкізбес еді. Яғни сіз бен біз қырылып жүрген нәрсені Алланың құзырында ешқандай құндылығы жоқ оның. Біз оны екеуміз, сен екеуміз не қылып жүрміз? Құнды зат деп көріп жүрміз. Бір-бірімізді жейіп қояйын деп. Сондықтан Алла бар болған сіздің неңізге қарайды? Ықыласыңызға, ниетіңізге қарайды екен. Алхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Раббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин.